Бізге қажет ингредиенттер 3 алма, қант, қопсытқыш, ұн, жұмыртқа, сүт, сары май. Барлық ингредиенттерді описанияға төменге жазып қоямын. Ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Сүт құямыз. Ерітілген сары май саламыз. Жақсылап араластырамыз. Електегі ұнға қопсытқыш саламыз. Жұмыртқалы массаға ұнымызды саламыз. Араластырамыз. Сұйық қамыр жасаймыз. Алманы қабығынан тазалаймыз. Және осы видеода көрсетілгендей өте жұқа бөлектерге тураймыз. Жұқа қылып турап алдым. Енді қамырдың ішіне салып, жақсылап араластырамыз. Диаметрі 18 см болған формаға саламыз. «180 градуста пісіреміз. Алдымен пешті қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешке саламыз. Шамамен 30-40 минуттай пісіреміз. Мінекей, біздің пирог осындай болып пісті. Ыстық күйінде жеген өте дәмді. Маған қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Ортасы алмаға толы болып шығады. Дәмі өте ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менен қандай рецепт күтесіздер, соны астына комментарийге жазыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.